Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздердің денсаулықтарыңызға өте пайдалы, ағзаны витаминдермен толтыратын 3 түрлі смузидің рецептісімен бөлісемін. Ең бірінші, блендерімізге майдалап туралған сельдерейдің 2 сабағы, 1 алма, 2 киви және де 1 қиярды саламыз. Үстіне 250 мг немесе 1 стакан су құямыз. Суды қайнатып суытып алыңыздар. Таңертең аш қарынға 1 стакан және жатар алдында кешкі астың орнына 1 стакан ішсеңіздер болады. Ешқандай қарындарыңызды аштырмайды, ағзадағы токсиндерді шығарып, ағзаңызды тазалайды. Сельдерейдің өзінің бір дәмі бар, оның жалғыз өзін іше алмайсыздар. Бастапқыда осылай араластырып ішсеңіздер білінбей кетеді. Артық салмақтан арылу үшін де дәл осы смузиді ішсеңіздер болады. Ішкеннен кейін біршама уақыт қарындарыңыз ашпайды. Әрі витаминге толы смузи. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Енді екінші смузиді дайындайтын боламыз. Бұл смузи бауырды тазалауға арналады. Күнделікті жасап ішетін болсаңыздар, беттеріңіз жылтырап, терілеріңіздің тартылғанын байқайсыздар. Құрамы 3 қана заттан тұрады. 1 алманы тураймыз, сельдерейдің 2 сабағын майдалап тураймыз және 1 сабызды турап, үстіне 1 стакан су құйып блендерден өткізіп аламыз. Осы рецептің 2 стакан витаминдерге толы. Сәбіздің өзінде қаншама витамин бар. Көріңіздер. Енді үшінші смузи бізде қызылшадан жасалады. Қызылша, сәбізімізді және алмамызды 1 стакан сумен блендерден езіп аламыз. Өте дәмді, тәп-тәтті болып шығады. Гемоглобині төмен адамдарға ішсе гемоглобинді жақсы көтереді, ағзаны жақсы тазалайды. Басқа смузилерге қарағанда тәттірек. Дәл осылай болып шығады. Сұйықтау болғанын қаласаңыз, кішкене су құясыздар. 2 стакан болып шығады. Ас болсын.